Облыстық семинар бағдарламасы аясында кредиттік модульдік оқыту технологиясы жағдайында дербес оқыту, техникалық және кәсіптік білім беру оқытушылары үшін шығармашылық стратегиялар тақырыбында Қостанай жоғары педагогикалық колледжінің жалпы білім беру пәндерінің оқытушысы Ткаченко Татьяна Евгеньевна адам өміріндегі театр, қазіргі уақытта театр өзекті ме тақырыбында орыс тілі бойынша ашық сабақ өткізді. Сабақ барысында ол топтардағы оқушылардың дербес жұмысы арқылы мәтінмен жүйелі жұмыс жасап, оқу сауаттылығын қалыптастыруды көрсетті. Мәтін ақпаратын пайдалана білу, оқушылардың жаңа білімді игеруде кең мүмкіндіктер ашатын, жеке тұлғаның табыстылығын анықтайтын өмірлік қажеттілік. Ұсынылған жұмыс түрі оқушылардың табысқа жетуге деген ынтасын арттырып, олардың танымдық белсенділігін жандандыра түсті. Сабақ мақсатына жету үшін педагог оқыту және тәрбиелеу процесіндегі алдыңғы қатарлы әдістемелер мен педагогикалық технологияларды қолданды. Жеке тұлғаға бағытталған және сараланған оқыту элементтері, сыни ойлау технологиясы, проблемалық оқыту, ақпараттық коммуникациялық технологиялар, сондай-ақ білім беру мазмұнының жаңартылған әдіс тәсілдері. Сабақ республикалық және өңірлік компоненттер материалдарын қолдану арқылы Қазақстанның ұлы ағартушыларының педагогикалық мұрасына сүйене отырып өткізілді. Ткаченко Татьяна Евгеньевнаның қазіргі ұстанымы жұмысқа шығармашылықпен, балаларға сүйіспеншілікпен.